Ал Елжан, сәттілік тілейміз. Біз сенімен біргеміз. Put your loving baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you, so put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, so put your loving hand out, darling. Riding high, when I was king, I played it hard and bust out everything. I walk away, you want me then, but easy come and easy gone, both ends. So anytime I would let me go, yeah, anytime I would let me know, anytime I seek you let me know, but I'm planning just let me go. On me now, I'm begging, that was you. Yeah, yeah, ra-ta-ta-ta. I'm begging, begging you, so put your love hand down, baby. I'm begging, begging you, so put your love hand down, darling. I'm begging, begging you, so put your love hand down, baby. I'm begging, begging you, so put your love hand down, darling. I'm begging, begging you, so put your love hand down, baby. I'm begging, begging you, so put your love hand down, darling. Бұнда бір тәжірибе. Өте дұрыс айтасыз. Міне, әкесі осылай қолдаса болды. Алынбайтын қамал жоқ. Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Елжан Досболатов. Жасым 13-те. Шымкент қаласының тұрғынымын. Елжан, жарайсың. Сәлем. Елжанның қазір айтқанында өзіндік емес, үйренген, қолдан жасалынған, сондай бір мәнерді тыңдадым да, содан кейін баспадым. Елжан енді үлкен жігіт қой, оның бәрін бір жағынан түсінеді деп ойлаймын. Табиғи үн естіген жоқпын, шынымды айтсам. Былайынша, мынау драйв, көңіл көтеру, кішкене рухы бар, сондай бір әнші екенін біліп тұрды. Енді көңілің алма, иә, Елжан? Оның үстіне музыкант екені көрініп тұр ғой, Елжан. Ойнағаннан сезініп тұр, иә? Гитарада ойнағаныңа біраз болды ма? Иә, 7 жасынан бері ойнаймын. Гитараны кім үйретті ойнада? Өзімнің туған әкем. Әкең музыкант па сонда? Иә, композитор, аранжировщик Ерболат Адилов. Білесің ба? Танимын, иә? Біздің өзіміздің ерекеміз ғой. Папанам Ербол деп телефон шалам негізінде. Ол талантты аранжировщик, музыкант, композитор. Құсап тұрсын, енді құсап тұрсын. Көрдіңіздер ғой, бұл кісіде ешкімге айтқан жоқ. Менің балам қатысып жатыр деген секілді. Елжан, Ау. маған сенің орындауың өте ұнады негізі. Жаңағы мәнерің, көңіл күйің, иә, ән орындау барысындағы. Бірақ мен жалпы өз басым мына дауысты әрі қарай қалай дамытамын, қандай әндер берем деген сұраққа жауап бере алмадым. Сондықтан да бұрылған жоқпын. Ал былайынша дайын тұрған артистсің деп ойлаймын. Дайын тұрған музыкант, иә, оның болашағы көрініп ақ тұр. Өйткені музыкалық отбасынан шыққан. Елжанның атасы да, әжесі де, әкесі де музыканттар. Сондықтан тағы да ізденіп, әкеңе сәлем айтып, бұдан да керемет жақсы әндерді айтуыңа тілектеспін. Сәттілік саған, мойыма, қажыма, шаршама, ұлы мәртебелі музыка үшін қызметің жасай бер. Рахмет саған келгеніңе. Рахмет, Елжан. Жарайсың. Әкелбесті. Мә саған. Өте талантты жігіт Елжан. Келе ғой, жарайсың, келе ғой, Елжан. Қалайсың, жақсысың ба? Жақсы. Тәлімгерлердің пікірімен келісесің бе? Иә. Жаңа өз даусыңмен айтпадың, шамал жасандылық байқалды дейді, сол рас па? Жасандылық кішкене бар деп айтасыз. Иә, кішкене бар. Бірақ
Иштен кетпейді. Әкесі бар, қолдайтын туыстар бар, расымен де нағыз музыкалық әулеттің белді өкілі, сондықтан да бұның өзі үлкен тәжірибе. Сіздерге де рахмет осындай мүмкіндік бергендеріңізге. Саған тек қана сәттілік. Жарайсың.